Сәлем достар, бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы жаңа жыл болғандықтан, жаңа апта 3-90 басталғандықтан арнайы уақыт туралы тақырыпты қарастырайық деп шештік. Осы сабақтан уақытты жоспарлау, жалпы өз-өзімізді басқару туралы сөйлесеміз. Соған қатысты түрлі тәжірибелер, ойын, тапсырмалар қарастыратын боламыз. Алдымен тақырыптың жоспарымен таныс болайық. Сонымен тақырып уақыт. Бастайық. Әрбірімізге күніне 24 сағат берілген. Біз мысалы ол сағатымыз біреуге қарызға бере алмаймыз, және басқа біреуден уақытым жетпей қалды, маған қарызға берші деп уақытты ала алмаймыз. Бәрімізге 24 сағат берілген. Көзімізді таңертең аштық, демек бізге тағы бір күн берілген. Біз осы күнді осы сәтте өмір сүреміз. Және тақырыпта жазылғандай, осы күнді біз өнімді әрі тиімді өткізуіміз керек. Мысалы, бүгін біз ояндық, демек бізде уақыт бар. Бірақ кейбірімізге бүгінгі күн берілмеді. Кейбір адамдар бүгін оянбады. Олардың уақыты тоқтады. Адамға берілген ең үлкен мүмкіндік ол әрине уақыт. Демек біз бір нәрсе жасауға әлі де мүмкіндігіміз бар, үлгере аламыз. Оның уақыттың қашан бітетіні бізге беймәлім, белгісіз. Бірақ біздің қолымыздан келетін бір ғана іс, ол уақытымызды тиімді, пайдалы өткізу. Енді уақыт деген не? Уақыт бұл өмір. Жаңа түсінгеніміз бойынша, демек уақыт өмір. Уақыт ол өлшем бірлігі, яғни оқиғаның реттілігі. Мысалы, біз туылдық, өсу, жас ұлғаю, қартаю, дүниеден өту деген сияқты. Ол оқиғаның реттілігі, ұзақтығы және ол оқиғалардың өзгерістерін сипаттайтын түсінік. Ол бізге уақыт өткенді, бүгінгі, келешекті түсінуімізге көмектеседі. Уақытты өлшейтін құралдар бар, әрине. Ол бұрынғы кезде ол күн, түн, соған қарай адамдар көлеңкесіне қарай, мысалы, қазір түскі уақыт, кешкі уақыт деген сияқты ажыратқан. Ал қазіргі күнде секунд, минут, сағат, күн, апта, жыл, ғасыр сияқты бірліктермен өлшейміз. Біз демек қаласақ та, қаламасақ та өміріміз уақытпен өлшенеді. Енді мысалы, біз қайырлы таң, қайырлы күн, түс, кеш, жатын мезгіл деп айтамыз, бұның өзі де бір уақыт. Мысалы, біз кеш батқанда демек ұйықтаймыз. Таң атқанда әрекетке, бүгінгі күнді пайдалы әрі тиімді өткізуге тырысамыз. Енді мысалдармен қарастырайық. Біз таңертең оянамыз. Будильник шырылдайды, бұл уақыт біздің оянатын мезгіліміз келгендігін білдіреді. Одан кейін тағы да бір мысал, емтихандарға дайындаламыз, сол 11 сыныпқа дейін оқимыз. Бұл да бір уақыт. Және сол бүкіл үйренгендерімізбен емтиханға түсеміз. Немесе 90-дық емтихандар бар, жылдық емтихан бар, бір жыл бойына үйрендің, жылдың аяғында
сол емтихандарға кіресің. Ол да белгілі бір уақыт. Тіпті емтиханның өзі де мысалы 1 сағат 40 минут деп бөлінеді. Бұл да уақыт. Біз сол аралықта үлгеріп, бар білгенімізді тапсырып береміз. Одан кейін спортқа келсек, спортта бокс болады, оның өзі уақыт. Осыншама минут, мен нақты қазір айта алмаймын. Осынша уақыттың ішінде жеңімпаз анықталады. Немесе шахмат ойындары болсын, ол да уақыт. Жай біздің осы әр сабақта ойнайтын кахут ойынымыздың өзі уақыт. Демек біз қаласақ та қаламасақ та уақытқа бағынамыз. Мысалы кахуттың өзінде сіз жауапты біліп тұрсыз, бірақ уақыт жылдамдығыңызға қарай бірінші, екінші, үшінші орынға ие боласыз. Қазір мына жерде бәрі 1200 алып тұр, бірақ арасында кішкентай ғана 542, 346 деп кішкентай ғана уақыттың жетіспеушілігіне қарай іс бағаланып тұр. Немесе күнделікті тамақ пісіреміз, онда егер уақытынан тыс, мысалы бір пирог 360 градуста 40 минут піседі десек, біз оны 50 минутке өткізіп алсақ, ол уже күйіп, жеуге жарамсыз болады, қатып қалады, қараяды, ол жегенде дәмі өте нашар болады. Немесе тағы бір өзіңіздің бір ұсынатын мысалды айтыңыз. Демек, кез келген нәрсе уақытқа тәуелді, уақытқа қарайды. Адамның өмірі ол уақытқа қарайды. Демек, бұл жерден түсінгеніміз уақыт ол өмір. Тағы да бір мысал айтқым келді. Мысалы, біз мектепке даярлыққа барамыз, садикке барамыз. Ол жерде біз әріптермен танысамыз. Мектепке барып, әріптермен танысуды толықтырамыз, оқимыз, сөздерді үйренеміз. Содан кейін сөйлемдерді құрап, сөйтіп 1-ші сынып, 2-ші сынып, 3-ші сынып, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 деп, одан кейін университет. Демек, сондай деңгейге бөлінеді. Мысалы, 1-ші сыныптың баласы 1-ден 11-ші сыныптың оқулығына өте алмайды. Оған дейін белгілі бір өзінің реттіліктері бар, этаптар бар. Соларды өтіп, демек, бұл жерде де адам уақытқа тәуелді. Адамның дамуы да уақытқа байланысты. Уақытпен бірге адам дамып отырады. Тайм менеджмент, оны көбінесе уақытты басқару деп айтады. Бірақ меніңше біз уақытты басқара алмаймыз. Даже оған ықпал да ете алмаймыз. Біз өзімізге берілген уақытты қалай өткізуді өзіміз таңдаймыз. Яғни уақытты өткізуді ұйымдастыра аламыз, жоспарлай аламыз. Демек, тайм менеджментті уақытты жоспарлау деп алайық. Уақытты жоспарлау арқылы біз өз-өзімізді, адам өз-өзін басқара алады. Демек, уақытты жоспарлау адам өзін-өзін басқаруға әсер етеді. Бұл жерде уақытты жоспарлаудың маңыздылығына тоқталайық. Ол өнімділік. Өнімділік уақытты жоспарлау өнімділікті арттыруға әсер етеді. Мысалы, біз белгілі бір мақсаттар қоямыз, оған сәйкес уақытты жоспарлаймыз және күткен өнімге ұмтыламыз. Жоспарымызға сай әрекет етеміз, нәтижеде сол өнімге жетеміз. Мысалы, мен ағылшын үйренгім келеді деп мақсат қойсам, жоспарлап, неше уақытта қандай тапсырмалар орындау керек, соған сай әрекет етіп, соңында өнім аламын, яғни ағылшынды үйренемін. Уақыт қоямыз, мысалы, бір айда бір деңгейді арттырып отырамын деп, мысалы, осы айда А1, А2, Б1, Б2 деп, мысалы, 6 айдан кейін мен ағылшын деңгейім осындай дәрежеде болу керек деп. Сөйтіп, демек, біз уақытты жоспарлау, айтқым келгені бізге уақытты жоспарлау, ол өнімді нәтижеге қол жеткізуімізге әсер етеді. Келесі, уақытты жоспарлау, ол бізге тиімділік береді. Мысалы, біз уақытты жоспарлау арқылы уақытымызды тиімді өткіземіз, ресурстарымызды, энергиямызды дұрыс пайдаланамыз.
уақытымызды ұтымды пайдаланамыз, нәтижеге жетуді жеңілдетеміз. Қойған мақсатымызға қарай ең тиімді тәсілдерді қолданып мақсатымызға жетеміз. Яғни уақытты жоспарлау бізге тиімділікті береді. Келесі стресс. Ол қалай туындайды? Уақытты жоспарсыз өткізу, оған салғырт қарау стресстің көбеюіне әкеп соғады. Ал уақытты жоспарлы түрде өткізу стресстің азаюына әсер етеді. Себебі, егер адам алдын ала жоспарласа, уақытын жоспарлы түрде өткізсе, соған сай амал етсе, адамның ішкі халі, көңіл күйі, әрекеті соған дайын болады, нәтижеде стресс те аз болады. Мысалы, емтихан деп алайық, немесе жылдық емтихан. Біз егер жыл бойы уақытқа сай дұрыс әрекет етсек, оқысақ, барлық тақырыпты жоспарлы түрде оқысақ, емтихан кезінде ешқандай стресс алмаймыз. Ал егер жоспарсыз өткізсек, салғырт қарасақ, уақытымызға емтихан жақындағанда біліміміз аз болады және нәтижеде өнімсіз болады, стресс пайда болады. Сол үшін уақытты жоспарлы өткізу, оған амал ету, әрекет ету, әрекетіміз соған сай болса, стресс те аз болады. Келесі баланс, яғни тепе-теңдікті ұстау. Уақытты жоспарлау жұмыс пен жеке өмір арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді. Уақытты дұрыс ұйымдастыру, жеке уақыт, отбасылық уақыт, жұмыс уақыты, демалыс уақыты деп бәрін жоспарлау өмірімізде тиімділікті арттырады, ресурстарымызды дұрыс пайдалануға әсер етеді. Уақытты ұйымдастыру, жалпы уақытты жоспарлау, мақсатқа жетуге, бақытты өмір сүруімізге, өміріміздің сапасын жақсарту үшін ең маңызды құрал болып есептелінеді. Маңыздылығы осында. Өмірімізде уақыт өте маңызды рөлге ие. Ол біздің күнделікті өміріміздің негізі. Уақыт ол кешегі тәжірибе. Мысалы, кешегі бір қателігіміз, бүгін одан сабақ алдық, тәжірибе болды ол бізге, және жетістікке жетуімізге, дамуымызға мүмкіндік. Енді оларға жеке тоқталайық. Жоспарлау өміріміздің мәнді әрі тиімді өткізуімізге мүмкіндік береді. Біздің мақсаттарды анықтап, оған жету жолындағы тиімді, өнімді жұмыс істеуімізге мүмкіндік береді. Жоспарлау арқылы біз арманымызға, мақсатымызға жетеміз. Сол үшін әрбір күнімізді жоспарлы өткізуіміз керек. Келесі кезеңдерді белгілеу. Уақыттың өтуінің өзі біздің жеке дамуымыздың, өсуіміздің көрсеткіші. Біз физикалық тұрғыдан өсеміз, дене бітіміміз өседі, мінез құлқымыз өзгереді, біліміміз, дағдымыз, скиллстарымыздың бәрі уақыт өткен сайын дамиды, өседі. Әрбір жаңа тәжірибе уақыт арқылы жүзеге асады. Мысалы, кезеңдерге бөлеміз, мысалы, жаңа туған бала тай басады, одан өседі, мектепке барады, білім алады, одан кейін белгілі бір мамандыққа ие болады, еңбек кетеді. Уақыт өткеннен кейін ол зейнетке шығады. Яғни кезеңдерге бөлінеді. Уақыт өткен сайын біз түрлі тәжірибе жинақтаймыз. Осының бәрі бір тәжірибе, және бұл тәжірибе бізге өмірлік сабақ береді. Қиындықтарды жеңеміз. Осы сабақтардан, қиындықтардан кейін дұрыс шешім шығаруымызға әсер етеді. Келесі эмоциялық әсері. Уақыттың өтуі ерекше сәттер мен эмоцияларды қатар алып жүреді. Мысалы, балалық шағымызда достарымызбен осындай болып едік, мектепте осындай оқиғалар болды, студенттік шақта осындай емтихандардан қиындықтар болып еді, мына мұғалім өтті, мына достарымызбен осындай оқиғалар болып еді ғой деп еске аламыз. Яғни уақыт адамға эмоциялық әсер сыйлайды. Адам жадында қуанышты сәттер мен қайғылы сәттер қатты сақталады. Демек, бізге уақыт жылы естеліктер береді.
Келесі технологиялық жетілу. Уақыт өткен сайын технология мен ғылыми зерттеулер, жаңалықтар көбейеді. Жаңа идеялар, инновациялар технологияның жетілуіне ықпал етеді. Ескі технологиялар жаңартылады, әрі тиімді құралдармен ауыстырылады, немесе толықтырылады. Мысалы, телефонды алайық. Бұрын телефон мүлдем басқа болды. Ол өзгерді. Қазіргі біздің қолданып жатқан телефон өміріміздің жеңілдеуіне өте көп септігін тигізеді. Немесе көлік. Бұрын тіпті көлік болмады. Уақыт өткеннен кейін көлік пайда болды. Бірақ бұрынғы көлік пен қазіргі көлікті мүлдем салыстыруға келмейді. Қазіргі көлік біздің барынша өмірімізді сақтандырады. Өте ақылды көліктер пайда болған. Демек, уақыт өткен сайын адам жаңа технологияны меңгеріп, білімін жетілдіруде. Жаңа технологиялар адамның өмірінің жеңілдеуіне әсер етуде. Әлемдік байланыстар, арадағы қашықтықтар жақындауда. Мысалы, қазіргі күнде біз онлайн оқу арқылы шетелде де, Қазақстанда тұрып, шетелде оқи аламыз. Ақпараттар алмасуды жаңа технологиялар жеңілдетті. Демек, уақыт технологияның қарқынды дамуына, инновацияға, жаңа мүмкіндік тууына әсер етті. Ал бұл фактор адамның өмірінің жеңілдеп, қоғамның дамуына өз кезегінде үлесін қосады. Технологиялар дамып жатыр деп жатырмыз, бірақ бұл өз кезегінде адамның қолдануына байланысты, қолдану ниетіне байланысты адамға пайдасын немесе зиянын тигізеді. Егер біз оны дұрыс жетілу жағынан қолдансақ, онда уақытымызды үнемдейміз, технологиялардың көмегімен қашықтықты жақындатамыз. Ал егер бұрыс қолдансақ, бұл адамның зиянға ұшырауына әсер етеді. Демек, бұл жерде біз өз-өзімізді басқаруға тіреліп тұр. Мәселе соған тіреліп тұр. Сонымен, уақытты жоспарлы өткізу, кезеңдерге бөліну, эмоциялық әсер алу технологиялардың жетілуінде уақыттың рөлі өте зор, өте маңызды рөлге ие. Келесі тәжірибе өте кең тараған тәжірибелердің бірі. Оған өз жағдайыңызға, қалауыңызға қарай суретпен көрсетуге болады, немесе тәжірибе жүзінде түсіндіруге болады. Қажетті заттар: банка, үлкен тастар, ұсақ тастар және құм. Қаласаңыз, бұл заттардың орнын басқа заттармен ауыстыруға болады. Ыдысқа ең әуелі үлкен тастар салу керек, одан кейін ұсақ тастар, ең соңында құм. Бұның себебі жалпы өмірмен байланыстырады. Өмірде ең бірінші үлкен маңызға ие істерді жасау керек, тапсырмаларды жасау керек. Одан кейін маңыздылығы орташа істерге зейінімізді қаратамыз. Одан кейін маңыздылығы аз істерді қолға аламыз. Бұл жерде ең бірінші біз үлкен тастарды емес, ең бірінші құм салсақ, қалған өте үлкен маңызға ие үлкен тастар кейін банкаға сыймайды, кірмейді. Астында сөзде бар: егер жартастар бірінші болмаса, олар кейінірек қонбайды деп. Бұл жердегі тәжірибенің басты мақсаты әуелі маңыздылығы жоғары іске назар аударуымыз керек. Соны көрсеткісі келген. Өте жақсы маңызға ие. Қаласаңыз, толық түсіндіру нұсқасын интернет желіден қарасаңыз болады. Келесі тоқталатынымыз уақытты дұрыс қолдануы, тиімді жоспарлау үшін Эйзенхауэр матрицасынан пайдаланамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде қызметтің екі факторы бар. Бұл біріншісі шұғыл, келесі маңызды. Бұл жердегі шұғыл ол дереу әрекет етуді білдіреді. Яғни дәл қазір деген сөзбен сипатталады. Мысалы, телефон шырылдағанда оған жауап бермеу деген ой әдетте басымызға келмейді. Оны бірден жасыл кнопканы автоматты түрде баса саламыз. Шұғыл шаруаның жайы белгілі. Яғни бізді шапшаң әрекет етуге мәжбүрлейді. Екінші маңызды шаруаның нәтижеге тікелей қатысы бар. Бастысы бұл бізге мақсатқа, миссияға жетуімізге әсер етеді.
шұғыл шаруаға реакциямен жауап береміз. Егер ненің маңызды екенін, өмірде неге қол жеткізу керектігімізді түсінбесек, шұғылдың айналасында қаламыз. Енді матрицаға назарымызды аударсақ, бұл жердегі бірінші шаршыда шұғыл әрі маңызды істер тұр. Оның ерекшелігі айтарлықтай нәтиже берумен бірге назарымызды дереу өзіне аударуды талап етеді. Енді оған не жатады? Мысалы, көбінесе бұл жерде проблемалық істер тұрады. Сонымен басымыз қатып, соны шешу жолын қарастырамыз. Немесе көбінесе жиналып қалған істер, дедлайнға тікелей тәуелді адамдар осы жерде жүреді. Бұдан құтылудың бірден жолын адамдар көбінесе 4-ші шаршыға назарын аударады. Маңызды емес, шұғыл емес. Өзін сонымен алдандырады. Бірақ көбінесе бұл жердегі адамдар 2-ші немесе 3-ші шаршыға аз назарын аударады. Үнемі басындағы проблемаларынан алыстамай өмірі сонымен өтеді. Уақытын 3-ші және 4-ші шаршыға басым бөлігін сол жерде өткізетін адамдардың жауапкершілікпен проблемасы бар адамдар болып есептелінеді. Ал нәтижелі адамдар көбінесе 3-ші және 4-ші шаршыдан басын аулақ алып жүруге тырысады. Өйткені ондағы істер шұғыл болғанымен маңызы жоқ, маңызсыз. Бірінші шаршыны айттық, көбінесе проблемалардың дедлайнға проблемасы барлар. 3-ші, 4-ші шаршыны айттық, ол жерде жауапкершілігі аз. Ал 2-ші шаршы өте тиімді, өзін-өзі басқарудың негізі болып саналады. Ол шұғыл болмағанымен маңызға ие. Оған коммуникация орнату, жеке жоспар жазу, даму, ұзақ мерзімді жоспар құру, ұзақ мерзімді дамуға жоспар құру, алдын ала дайындық жасау. Бұл жерде бізге қажет, бірақ шұғыл болмаған, ең басты стресске түсірмейтін істер жатады. Нәтижелі адам проблеманы емес, мүмкіндікті қарастырады. Олар алдын ала әрекет жасайды. Олар күні бұрын ойланады. Олар үшін тәртіп, дисциплина, істі бақылауда ұстау деген осы істерге олар баса назар аударады. Енді жеке өмірде немесе өзін-өзі дамытуда не істеуге болады? Оны үнемі үзбей жасап тұрса, қандай оң өзгерістерге алып келеді деген сұрақтардың жауабының барлығы осы 2-ші шаршыда. Біз алдыңғы сабақтарда Парето әдісін айтқан едік. Ол жерде 80% нәтижеге 20% күш жұмсау арқылы қол жеткізуге болады деп. Осы дәл осы 2-ші шаршыға келіп тұр. Себебі біз күнделікті үзбей бір мақсат үшін 20% әрекет етеміз. Мысалы, аз-аздан үздіксіз, бірақ ұзақ мерзімді бір жоспар үшін әрекет жасаймыз. Нәтижеде соңында 80% нәтижені қолға кіртеміз. Ал енді осыларға қайтадан бір кішігірім мысалдармен тоқталып өтсек осы әр шаршыға. Бірінші шаршыда ол жерде шұғыл, бірақ маңызды істер тұрады. Ол жерде көбінесе проблемалар дедік, дедлайн тақап қалған істер. Мысалы, емтихан болып жатыр, бірақ біз дайындалған емеспіз. Бір түннің ішінде дайындалу керек. Осыған жатады. Ол жерде ештеңе қарамай тек қана дайындық жасауымыз керек, себебі ертең емтихан. Немесе отбасылық мәселелерді егер шұғыл түрде шешпесек, соңы ажырасуға алып келуі мүмкін. Немесе ауру, қатты ауру, уақытында күтілмеген ауру, және оны дәл қазір емделмесе, ол асқынуы мүмкін. Және маңызды жобалар. Ал келесі, бұлардың бәрі өте шұғыл және маңызды. Екіншісі, бұл өте тиімді дедік. Нәтижелі адамдар көбінесе осымен жұмыс істейді. Екіншісі, шұғыл емес, бірақ маңызды. Бұл жерге маңызды істерді алдын ала уақытынан бұрын жасау, байланыс орнату, мысалы коммуникация біреумен жасап аламыз. Кейін ол бізге пайдасы тиюі мүмкін. Жоспар, жаңа мүмкіндіктер, күш қуатымызды, мысалы тамақ, спортпен айналысамыз,
спортпен айналысамыз, денеміз немесе ертеңгі күні денсаулығымызда проблема болмау үшін уақытылы тамақтанамыз, себебі асқорыту жүйемізде проблемалар туындамау үшін. Бұл жерде әрине шұғыл емес, бірақ маңызды істер. Келесі, шұғыл маңызсыз. Оған кенет соғылған қоңыраулар, кейбір кездесулер, бірақ сізге аса бір сіз үшін маңызды емес. Алдағы шұғыл бір маңызды іспен жұмыс, бірақ ол маңызды емес шұғыл болғанымен. Солар жатады. Ал төртіншісі ұсақ түйек, бос сөз, ойын сауық, мүлдем сізге пайдасы жоқ, шұғыл да емес, сіз үшін маңызды да емес сондай бір істер. Бұл көбінесе жауапсыз адамдарға тән. Бұның себебінен адамдар белгілі бір жұмысты тиянақты орындай алмайды. Жұмысы өнімсіз болады, жұмыстан шығу, сондай стресс, сондай проблемалар басталуы мүмкін. Енді бұл матрицамен таныстық. Бұның бізге қандай әсері бар, қандай пайдасы бар. Бұдан біз тапсырманы кездескен бір ситуацияны сұрыптап үйренеміз. Шұғыл емес, шұғыл, маңызды емес деп. Және маңызды тапсырмаларға назарымызды аудару арқылы уақытымызды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді және стрессті азайтады. Уақытты тиімді пайдаланған кезде жаңа идея, шығармашылыққа уақытымыз қалады. Соған да уақыт арнаймыз. Жалпы негізі уақытты жоспарлау, істімізді сұрыптау, күнді бір іспен толтыру емес оның мақсаты. Наоборот, күніміздегі бос уақытты қалдыру. Жаңа айтқанымызға толығырақ тоқтала кетейік. Технология, жалпы технологияны қолдану, ол ақылмен қолдансақ, ол біздің біліміміздің жетілуіне, алысты жақындатып, шекараның жойылуына, түрлі елдерден онлайн отырып білім алуымызға әсерін береді. Ал технологияны асыра пайдалану, ол біздің уақытымызға зиян келтіреді, ісіміздің өнімділігіне зиян келтіреді және қоғамның ең сорақысы бұзылуына әсерін тигізеді. Енді телефонға мысалы біз біраз уақыт кетіреміз, бірақ осы уақытымыз өте құнды. Біз оны ойыншық көріп, ойнап, пайдасыз іске құртуымыз ол ақымақтық. Мысалы, кешегі күнімізді біз қолымыздағы бар байлығымызды берсек те қайтара алмаймыз, ол өтіп кетті. Оны қайтару мүмкін емес. Демек, оны біз әрбір күнімізді тиімді әрі өнімді өткізуіміз керек. Біз әрдайым даму үстіндеміз, адам ретінде кемелдену жолындамыз, осы сабақтарда сол үшін. Ал технологияны асыра пайдалану шығармашылығымызды өлтіреді, өнімділігімізді төмендетеді. Сол үшін барлық істе тепе-теңдікті сақтай алуымыз керек. Енді тапсырма бұл жерде тежегіштер деп аталады. Мысалы, біз қазір біздің уақытымыздың пайдалы өтуіне кесірін тигізетін бір тежегіш, ол технология, телефон дедік, оның себебін түсіндірдік. Бұл жерде енді оқушылармен осы бос орындар толтырамыз. Біздің уақытымыздың пайдалы өнімді өтуіне кедергі келтіретін тежегіштермен осы бос орындар толтыруымыз керек. Талдап отырып толтыру қажет. Әрбір кәсіби маман бұрын әуесқой болған. Әр шебер кезінде өз саласын жаңадан меңгере бастаған үйренуші болған. Яғни, іске аспаған құлшыныстың пайдасы жоқ. Нәтижелі істердің бәрі табандылықты қажет етеді, шеберлік аспаннан түспейді. Мысалы, біз бала кезімізде істейтін едік, ол балалық қой, кітапты жастықтың астына қойып жатып, осының бәрі ертең миыма құйылып, мен ақылды болып кетемін деп. Бірақ ол болмайды. Шеберліктің бәрі үздіксіздіктен келеді. Бұл үздіксіз процесс. Қалай уақытты тиімді өткізсек, дамытсақ, әрекет етсек, өнімділікке қол жеткіземіз. Егер уақытты пайдасыз іске қолдансақ, жаңағы айтқандай тежегіштермен босқа өткізсек, сананың таяздығына, жаңа ақпараттың қабылдауының қиындығына, ойлау қабілетіміздің төмендеуіне әкеп соғады. Ал бұның нәтижесі
бізді мақсатымызбен алыстата бастайды. Егер шеберлердің өмірімен танысқан болсақ, алдыңғы сабақтарда да айттық, иә, олардың өмір жолы өте ауыр, қиналған, бірақ қайтпаған. Мысалы, спорт жұлдыздары, өнертапқыштар, мысалы, Билл Гейтс, Илон Маск, Гарри Поттерді жазған Джоанна Роллинг, олардың барлығын өмірінен бетпе-бет келген кезде олардың бәрі өте ауыр жолдардан өткендігі белгілі. Олар берген интервьюларында да әуелі соны айтады. Мысалы, біздің көзімізге қазір олардың жетістіктері көрінеді, бірақ олар осы жетістікке қаншама әрекеттерден кейін ғана өтті. Демек, олардың құштарлықтары өте жоғары болды. Негізі құштарлық деген сөз латын тілінен аударғанда қиналу дегенді білдіреді екен. Адамдар мақсаты үшін, идеясы, талпынысы үшін қиналған. Шеберлігін арттыру үшін, оны іске асыру үшін әрекеттерін тоқтатпаған. Олар ісін алға жылжыту үшін өзін еліктіретін бос тежегіштерден бойын аулақ ұстаған. Сол үшін біз бағана тежегіштерге кішкене тоқталдық. Демек, күн сайынғы жасаған кішкентай бір өзгерістер уақыты келіп шеберлікке жол ашады. Қазір біз үйренушіміз, біраз уақыттан кейін шебер өзіміздің белгілі бір сауалда шеберлікке қол жеткіземіз. Бірақ ол бірден бола қоймайды. Уақытпен әр күні жаңағы айтқандай 80% нәтижеге жету үшін 20%-дан күнделікті табанды түрде әрекет ету арқылы қол жеткіземіз. Біз негізі алдыңғы тақырыптарда бәрі реттілікпен болып жатыр. Одан алдыңғы тақырыптарда біз мысалы табандылық тақырыбына тоқталдық. Бұлардың барлығы негізі өте бір-бірімен тығыз байланыстағы тақырыптар. Көп жаттығып, тер төккен адамның соғыста қан төгілмейді. Яғни біз күнделікті қайталанатын, бірақ көзге ілінбейтін кішігірім әрекет уақыт өткен сайын керемет нәтижеге әкеледі. Мысалы, біз оны микро жеңістер деп атасақ болады. Мысалы, бүгінгі күні бір іс жасадық па, демек бұл біздің мини жеңісіміз. Мысалы, қазір біз оқып жатырмыз, ал бір күні бір уақыт келеді, емтихан ұбт тапсырамыз, иә. Егер біз қазіргі күнде тер төгіп, әр істі жоспарға сай, тұрақты түрде, табанды түрде істесек, уақыты келгенде ұбт-да, мысалы, бізде тер шықпайды. Себебі біз оған дейін тер төктік, оған дейін әрекет еттік. Бағана одан алдыңғы айтқанымыздай, дедлайнға тіреп әрекет етпей, әр істі өз кезегінде, өз уақытында істесек, бізде проблема болмайды. Бизнес, өнер, шахмат, дизайн, механика, менеджер кез келген салада ең үздік болғымыз келсе, қабілетімізді шыңдау үшін көптеген тәжірибеге уақыт бөлу қажет. Әр маман өзінің бір қабілетін шыңдау үшін оған кем дегенде 10 жыл, күніне кем дегенде 2,5 сағат уақытын арнау қажет. Сол кезде ол өз ісінің маманы болып өседі. Атақты боксер Мұхаммед Али жаттығудың әр сәтін жек көретінмін, бірақ өзіме берілмей қазір қиналды өмірімнің соңына дейін чемпион бол дейтінмін дейді. Біз өткенде бір видео көрсеткен едік. Ол жерде қысқа видео 30 секундқа жетпейді. Ол жерде қазір қинал мағынасы, ол видеоның мағынасы қазір қинал және өміріңнің соңына дейін рахат өмір сүр, немесе қазір рахаттанды өміріңнің соңына дейін қинал дейді. Дәл осыған келіп тұр. Демек, қазір азғантай уақыт, мысалы, қазір білім алып жатырмыз мектепте 11 жыл, одан кейін университетте 4 жыл немесе 6 мамандыққа байланысты солай білім аламыз, және өміріміздің соңына дейін соның рахатын көреміз. Немесе қазір рахаттан жүреміз, жас кезімізді рахатпен өткіземіз, өміріміздің соңына дейін қиналамыз. Демек, таңдау әр адамның өзінде. Демек, бірнеше минут бойы кез келген адам ұлы болады. Мысалы, қазір мен осындай жасағым келеді деп бір мақсаттар қоямыз, иә. Бірақ оған адал болып қалу барлығына тән емес.
жолы негізі әрқашан үздіксіз жүретін процесс. Бір халқымызда бір жақсы мақал бар, бесіктен табытқа дейін ілім ізде деп. Демек, адам ылғи ізденісте, ылғи бірдеңені үйрену жолында өмірін сарп етеді. Жетістіктің негізі ең басты құпиясы сол ізденіс. Және өзіңнің арманыңа уақыт, дедлайн туралы біраз мәлімет алдық. Енді осы сурет берілген, суретті оқушыларға көрсетіп, олармен пікір алмасу. Бұл да бір тапсырма. Арманда және оған адал бол. Осыған қатысты бір тарихи оқиғамен бөлісуді жөн көрдім. Оқушылардан бұл қандай ғимарат екендігін сұрауға болады, тарихи ескерткіш екендігін сұрауға болады. Бастайық. Шахджахан деген моңғол императоры болады. Ол Мумтаз деген ақылына көркі сұлу әйелге ғашық болады. Ол әйел 1631 жылы патшадан бұрын қайтыс болады. Бірақ патша оған деген махаббатының адалдығының нышаны ретінде жер жүзінде жоқ бір махаббаттың ескерткішінің құрылысын салуды қалайды. Соған өзінің өмірін арнайды. Император тарихта өзінің сезімі секілді шабыттандыратын, қайталанбайтын ескерткіш қалдыруды қалайды. Және бұл ескерткішінмен де солай әлі күнге дейін бүкіл адамдар барып көретін сондай бір ғимарат, тарихи ғимарат. Бұл ескерткішке қараған адам әлі күнге дейін патшаның сезімінің тереңдігін көреді. Патша батыл шешім қабылдап, сол күні жұмысшылар оның ойындағыдай көріністі кесенеге айналдыруға кіріседі. Сол процеске кіріседі. Демек, іске аспаған істен пайда жоқ. Қашан ол іске жарамды, демек, нәтиже сол жерде. Қандай да бір арман, мақсат пайда болған кезде, оны іске асырғанға дейін оған адал болу керектігін осы кесенеден көруге болады. Үмітіміздің үзілген кезде, рухымыз түскенде, сондай бір сынып қалатын кезде, жан-жақтан жақындарың сенімсіздігі, қарама-қайшылықтар, сондай бір тежегіштер көбейген кезде біздің бойымызға сенімділік ұялататын, бізді шабыттандыратын сондай бір мақсатымыз болу керек. Бізді жаңағы тежегіштердің арбауынан құтқаратын. Сонымен кесене 22 жыл салынған екен. Ол 22 күн, ай, апта емес, 22 жыл сол кесенені салуға уақыт арналған. Оны салуға 20 мыңнан астам адам қатысқан екен. Бірінің үстіне бірі салынған мәрмәрлар, сондай ауыр мәрмәрларды мыңдаған пілдер алыстан тасыған. Демек, көріп тұрғанымыздай, ғимаратты салу үшін көптеген шеберлер жұмыс істеген, бар күшін жұмылдырған. Оларға түрлі тежегіштер, мысалы архитектуралық кедергілер, экологиялық келеңсіздіктер, оқыс оқиғалар деген сияқты тежегіштер оларды тежеп қалмаған. Соған қарамастан олар бір мақсатқа жұмылып, ерлік танытқан, ештеңеден қорықпай, императордың ғажап мақсатын, арманын істеп, сол жолда адал болған. Ал енді біз Тадж-Махалдан қандай өнеге аламыз? Ол бізге еш қиындыққа қарамай, жаңа мақсат, жаңа әдет, патшада бір жаңа ой пайда болды ғой, дәл сол сияқты бізде жаңа бір әдет қалыптастыруға болатынын көрсеткендей. Кесене бізге жағымды, жайлы жағдайда ғана емес, қиындықтарда да мақсатымызға адал, берік болып қалуды көрсететіндей. Таңертең құлшыныспен оянуға үйреніп, тұра салып, қабілетімізді шыңдауға күш салып, табандылық танытып, мінезімізді дамытатын және сол үшін еңбектенетін адамның болашағы әрқашанда жарқын болады. Кез келген өзгеріс басында қиын, ортасында жағымсыз, аяғында керемет болады, дәл көріп тұрған Тадж-Махал сияқты.
жылы төсекте жата беруге итермелейтін пайдасыз ләззатқа алданбауымыз қажет. Ол адамдар төсегінде жатқан үшін емес, арман мақсаттарын жоғары қойып, сол жолда жұмыла кірісіп, әрекет еткен үшін басқалар оны қанша ақымақ санаса да, мысалы тарихта қалды, әлемдік деңгейге жету үшін уақыт, табандылық, төзімділік қажет. Дәл Тадж-Махалды көріп тұрған Тадж-Махалымызды дәл солай, соның символы сияқты. Ерлік ешқашанда бір сәтте пайда бола қалмайды. Біз ол үшін көптеген уақытымызды арнауымыз қажет. Сол жолда адал болуымыз қажет. Осы жерге дейін сіздермен уақыт, оны пайдалы өткізу, оның жалпылама әсерімен бөлістік, сол туралы сөйлестік. Енді олардың нақты формуласына ауысайық. Өмірлік әдет қалыптастыру диаграммасын қарап шығайық. Бұл жерде 4 бөлікке бөліп қарастырғанбыз. Алғашқы триггер ол оятқыш. Таңертең ерте алдыңғы ми бізге будильник қосылған кезде біз көзімізді ашамыз. Сол кезде ми бізге жата тұру себептерін ұсынбай тұрып, біз төсектен тұрып кетуіміз керек. Бізде сол кезде екі таңдау бар. Біреуі таңертең төсекте жатуды жалғастыру, ұйықтау, немесе будильниктен кейін орнымыздан тұрып таңғы іс-әрекеттерімізге көшу. Біз қазір бұл жердегі әдетте таңертең ерте тұру және оны пайдалы өткізу деген әдепті қалыптастыру формуласын қарап отырмыз. Таңертең ерте тұрдық, таңдау жасадық, әрі қарай орнымыздан тұруды таңдадық. Одан кейін таңғы жоспарды орындап, ерік-жігерімізді дамытуға мүмкіндік аламыз. Бастапқыда бұл әрине қиын, бірақ кез келген өзгеріс басында бағана айтқандай қиын, ортасында жағымсыз, аяғында ғажап болады. Оянғаннан кейін таңғы рәсімдерімізді, жасалуы керек программаларымызды жасаймыз. Оған да біраздан кейін толығырақ тоқталамыз. Одан кейін келесі марапат. Марапат өте маңызды. Өзіне сыйлық, марапат тағайындау. Ғалымдардың айтуынша, әдет қалыптастыруда марапаттың маңызы өте жоғары. Марапатты қалай жасаймыз? Мысалы, таңертең ерте тұрғанымыз үшін өзімізге түскі ұйқы кішкене көшірімін алуға рұқсат етеміз. Бұны исламда қайлулы деп атайды. Одан кейін немесе сүйікті бір шоколадымызды жейміз, немесе өзіміздің кітапханамыз үшін қалап жүрген бір кітапты аламыз. Жалпы өзімізге не керегін өзіміз білеміз. Өзімізді бір сыйлықпен марапаттаймыз. Ал келесі қалыптастырғымыз келген жаңа әдетті қайталау. Бұл жерде табандылыққа кептіріледі, яғни табанды болу қайталау. Қайталау білімнің анасы деп айтып жатады. Егер біз бір істі қайталасақ, ол біздің әдетімізге, мінезімізге, өмірлік дәстүрімізге айналады. Таңертең ерте тұрған сайын мінезіміз жақсарады, ерік-жігеріміз нығаяды. Оңаша істегендегі әрекеттер адамды дамытады. Ол таңертең ешкім, көпшілік ұйқыда болады. Дәл сол кезде сіз жалғыз, тыныштықта өзіңізді дамытуыңыз бұл сізге берер әсері мол. Қайталау туралы жалпы команданың жеңіске жетуіне шешуші ойындағы соңғы минуттардан гөрі жаттығу кезіндегі тәртіптің әсері көбірек болады екен. Чемпионаттағы мысалы ойынның соңғы кезінде, бокста мысалы қарап отырамыз ғой, сол кезде ойынның соңғы секундтарындағы ғажап қадамдар негізі автоматты түрде жасалынады. Бұл жаттығу кезіндегі сағаттап қайталанған іс негізінде сол іс болып есептелінеді екен. Сол үшін ол автоматты түрде жасалынып кетеді. Демек, қайталау, бір істі, бір әрекетті, бір дағдыны қайталау ол өте маңызды. Біздің жеңіске жетуімізде бір істі әдет етіп бойымызда жаңа бір әдетті қалыптастыруда қайталаудың маңызы зор. Жалпы осы триггер, рәсімдер, марапат, қайталау бұл өмірлік бір әдет қалыптастыруда осы диаграммадан пайдаланамын. Біз жаңа таңертең ерте тұру және сол кезде
өзімізді дамытуға қатысты әрекеттерді әдетке айналдыру туралы сөйлестік. Яғни таң туралы сөйлестік. Таң негізі күннің ең ерекше бөлігі. Бүкіл әлем тыныш, тап-таза ауа. Егер терезені ашып қарасақ, тыныс алсақ, өте таза ауа болады. Егер біздің таңымыз қалай басталса, бүкіл күніміз дәл солай өтеді. Ал егер біздің бүкіл күніміз қалай өтсе, бүкіл жылымыз, бүкіл өміріміз дәл солай өтеді. Сол үшін таңғы уақыт өте маңызды. Таңғы уақытыңды тиімді пайдалан, сол кезде өмірің өзгереді деген сөзде өте жиі көп кездестіреміз. Әдет қалыптастыру кестесіне назар аударайық. Жалпы кез келген жаңа әдет қалыптастыруда өзгерту кезеңінен өтеміз. Бұған қарсы тұрып, алған беттен қайтпасақ, процестің екінші сатысына өтеміз. Онда нейрондардың өзара бірігу басталады, әдетті бекіту, қалыптастыру басталады. Бұл негізі өте ауыр кезең. Осы жерден сарқылмай шыдап өтсек, әдет қалыптастырудың сатыларын берік ұстанып, оны күнделікті қолдансақ, онда шешуші кезең, үшінші кезеңге өтеміз. Ол интеграция деп аталады. Лондон колледж университеттерінің есептеу бойынша бұның бәріне 66 күн кетеді екен. Яғни минимум 66 күн. Максимум өзіңіз білесіз. Сондықтан жаңа әдет қалыптастыруда бірнеше күн, апта немесе 2 айдан кейін, 3 айдан кейін әрекетіңді тастап кетпей, таңертең ерте тұрудың мысалы, таңертең ерте тұруды қалыптастырғымыз келе ме, онда 66 күн бойы ерте тұру. Немесе кітап оқуды қалыптастырғымыз келе ме, 66 күн бойы. Болмаса аз беттерден бастап барынша сізді қызықтыратын салаларда білім алыңыз. Немесе жаңа бір тіл үйренгіңіз келе ме, немесе спортпен таңертең тұрып денеңізді шынықтырып спортпен айналысқыңыз келе ме, тоже 66 күн бойы. Бір істі қайталасаңыз, ештеңеге қарамасаңыз, сонда өміріңіз өзгере бастайды, табандылық пайда болады. Ал табандылық өз кезегінде шеберлікке апарады. Қиындықпен келген әр нәрсе құнды дүние. Мысалы, мына нәрсеге назар аударайық. Мысалы, алдымызда таңдау тұрса, ең қиынына басымдық беруіміз керек сол таңдаудың ішінде. Себебі бізді дамытатын, дарынымызды шыңдайтын, шеберлігімізді арттыратын жол ол қиын жол. Кейбір әрекеттерді біз қазір істей алмағанымызбен, ол біздің қолымыздан келмейді дегенді білдірмейді. Бізге тек қана оны қайталап, осы минимум 66 күндік минимумды жасап, қайталасақ, біздің бойымыздағы дарын ашылады, оны меңгере бастаймыз. Бізге тек қана осы қайталау қажет, қайталауда табандылық қажет. Біз әдет қалыптастыру үшін 66 күн қажет екендігін түсіндік. Енді 66 күннің ішінде неше сағат арнауымыз қажет, соған тоқталайық. Бұл 20-20-20 формуласы деп аталады. Бұл формула таңымыздың тәртіпке келтірудің негізгі амалы болып есептелінеді. Яғни таңымыздағы бір сағатты 3 бөлікке бөлеміз. Оның алғашқы бөлігі қозғалыс деп аталады, келесі бөлігі сезіну, соңғы бөлігі даму деп аталады. Енді оған толықтай кірейік ішіне. 5 пен 6 арасындағы бір сағатты қалай өткізуіміз керек? Алдарыңызда осы конструкция берілген. Таңертең ерте тұрғаннан кейін қозғалысқа кірісуіміз керек. Ол 5 пен 5-20 алғашқы 20 минутта жүзеге асады. Минимум 20 минут, максимум өзіңіз қалауыңыз бойынша. Ол жерде жаттығу, денемізді қыздырамыз, жаттығу, оның не үшін жасалынатыны, оның қандай әсер беретіндігі экранда берілген. Келесі 20 минут сезіну уақыты, ол жерде ойланамыз, көбінесе жоспар құру, визуализация, медитация деп аталынады. Ал келесі соңғы 20 минут ол
5:40 пен 6 аралығында жүзеге асады. Бұл өзімізді дамыту кезеңі. Осы 3-ші кезеңде өз саламыздағы құнды маман болуға, қоғам үшін пайдалырақ болуға талпыну қажетпіз. Өзіңді дамытпай армандап қана отыру ғажап бір бақшаң бола тұра, оған ешқашан ұрық сеппеумен бірдей. Өзімізді дамытқан сайын өміріміздің сапасы арта бастайды. Және осы 3-ші 20 минутта кітап оқудың да өте маңызы зор. Әлемге әйгілі тұлғалардың өмірбаянын зерттеу, психологиядағы соңғы жетістіктер туралы оқып, инновация, коммуникация, өнімділік, көшбасшылық, кемелдену, тарих салалары туралы іздену қажет. Келесі формуланы айтпас бұрын кішігірім тарихқа назарымызды аудартқым келеді. Қос кеменің басын ұстаған ұтылды дегендей, негізі тарихқа қарасақ, ұлы тұлғалардың барлығы өмірін тек қана бір арнаға, бір салаға арнаған. Сол саланы зерттеген, сол сала бойынша инновация жасаған. Қазір біздің тоқталатын формуламызда дәл соған сәйкес. Олар бар зейіні мен күш-қуатын бір мезетте маңызды деген бір ғана жобаға арнады. Сондықтан олар таным қабілеті мен күш-қуатын тарихты өзгертетін ғажап деген өнімдер шығару үшін толығымен қолдана білген. Қазіргі ұсынатын ережеміз ол 90-91 деп аталады. Яғни алдағы 90 күннің ішінде алғашқы 90 минутын бір іске инвестициялауды жоспарлау. Яғни зейінін бір ғана іспен шоғырландыру. Күннің алғашқы уақыты дегеніміз де осы. Таңертең әлем тып-тыныш, біздің назарымызды өзіне аударатын шу, қандай да бір оқиғалар болмайды. Сондықтан алғашқы таңғы уақыт деп айтылып тұр. Келесі әдіс ол 60-10 деп аталады. Яғни бұл да соған ұқсас. Күннің алғашқы 60 минутын тапшылмай отырып, зейінімізді бір жаңа өзіміз қалаған білімді даму жолына салып, 60 минут бойы. Одан кейін 10 минут бойы демалыс. Одан кейін ары қарай қаласақ, 60 минутымызды тағы да сол жұмысқа арнаймыз. Яғни бұл жерде 60 минут білім алу, 10 минут демалу. Адам шаршаған кезде, күш-қуаты сарқылған кезде дұрыс жұмыс істемейді. Еркін қимылдағанда, бос уақытында жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Сол үшін 60 минут білім ал, тоқтаусыз 10 минут демал. Яғни 10 минуттың ішінде сол алған білімді қорытындылау сәті болып есептелінеді. Бұл жерге осы уақыт тақырыбына байланысты өте керемет хикая қалдырдым. Оқушылармен бірге оқып, қорытынды ой шығарасыз деген үміттемін. Оған тоқталып уақытыңызды кетіруді қаламадым. Келесі тақырыпқа байланысты өте керемет әсерлі видеоролик қаласаңыз жекеңізге жібере аламын. Тақырыптың мәнін ашатын, оқуға ұсынылатын кітаптар. Осы кітаптарды оқу арқылы уақыт тақырыбын тереңнен меңгеруге болады. Әрі қарай сабақты қызықты ойынмен жалғастырамыз. Ойын Мингл деп аталады. Ойынның шарты, сыныпта оқушылар еркін жүреді. Осы кезде мұғалім аяқ астынан бір сан айтады. Кез келген бір сан, мысалы 5. Оқушылар 5-5-тен команда болып жиналып қалу қажет. Егер кім 5 болып жиналмаса, сол оқушылар ойынға қатыспайды. Қалған команда болып жиналған оқушыларға тапсырма беріледі. Қайсы топ бірінші боп дұрыс тапсырманы орындаса, осы топ жеңімпаз. Бұл жерде ойынның басты мақсаты уақыттың маңыздылығын көрсету. Ойынның тапсырмасын өз қалауыңыз бойынша кез келген тапсырма қоюыңызға болады, немесе қаласаңыз, маған жазсаңыз, өзім құрастырған тапсырмамен сізбен де бөлісемін. Жаңағы командаға бөлінген оқушылармен әрі қарай жалғастырамыз. Осы сөздер берілген, осы сөздердің кез келген біреуінен құрамындағы әріптерден сөз құрастыру қажет. Қайсы топ
көп сөз құрастырса, сол жеңімпаз. Бұл ойынға да уақыт беріледі. Мысалы, 1 минуттың ішінде немесе 30 секундтың ішінде осы сөздерден қайсы топ көп сөз табады, көп сөз шығара алады деген сияқты. Келесі кубик ойыны. Қаласаңыз шынайы шарлар ілуге болады, немесе қаласаңыз осы тақтадағы шарды қолдануыңызға болады. Оқушылар бөлінген команда бойынша 2 команда болсын, немесе 2 оқушыдан ойнатсаңыз болады, өз қалауыңызға байланысты. Қолдарына кубик бересіз, 2 команда болса 2 кубик. Кубикті лақтырып, қанша сан шықса, сонша шарды өшіріп отыру қажет. Кім шарды бірінші тез жылдам өшіреді, сол команда немесе сол ойыншы жеңімпаз атанады. Келесі үй тапсырмасы. Бұл жерде оқушыларға бір күндік күн тәртібінің деконструкциясын жасау. Сағатымен таңғы сағат 5-те оянамын, 5:10-ға дейін жуынамын. Сол сияқты толық бір күндік 24 сағаттық күн тәртібінің деконструкциясын жасап келуді тапсыру. Сонымен бүгінгі уақыт тақырыбына байланысты сынып сабағымыз аяқталды. Тақырыпты барынша жан-жақты ашуға тырыстық. Назар аударып, уақыт бөлгеніңіз үшін алғысым шексіз. Егер осы сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі сабақтарда жолыққанша аман сау болыңыз.